Қайырлы кеш, құрметті дәулетті оқырмандар. Бүгін бізде бағын айтқанымдай өзекті тақырып, кеше айтқанымдай кешелі бері қозғалып жатқан лудомания мәселесі, яғни азарт букмекерлік ойындар деп жатамыз. Және де бүгінгі эфирде мен қоғам белсенділерін эфирге шақыруды жөн көрдім. Соның ішінде сіздер өте жақсы білетін Қайрат Құдайберген бар. Қайрат Құдайбергеннің бастамасын мен толығымен қолдаймын. Және де бұл эфирден кейін петицияның тікелей сілтемесін өзімнің сторисіме де және де телеграм каналыма да салып қоямын. Сондықтан бәріміз белсенді болайық. Одан бөлек Бағлан Әбдірайымовты сіздер өте жақсы танисыздар. Өзінің енді жігіттер квартетіндегі әнші. Одан бөлек мынау Ақ пен қара деген кітабының авторы. Сол кітапты оқысаңыздар, осы Бағлан ағамыздың өміріндегі мысал, сол лудомания, игромания қандай зардаптары болды, сол туралы толық өзінің басынан кешкен оқиғаның барлығын жазған болатын. Одан кейін Салтанат Пархатқызымен тікелей эфирге шығамыз. Біз Салтанат Пархатқызымен президенттің бастамасымен құрылған Қазақстан Республикасы отбасылық зорлық-зомбылық бірдеңе әйелдер бір нәрсе дегеннің ұлттық комиссия мүшесіне, мен атау ұзын кейде жаттай алмайды, осылай қысқартып айта салам. Сол ұлттық комиссия мүшесімін, Салтанат ханым да мүшесі. Осы саланы зерттеп жүрген прокурор. Сәйкесінше дәл осы менің оқырмандарымның ғана ішінде жиналып жатқан халықтың жан айқайын барлығын біз жоғары жаққа жеткізіп, қоғам белсенділерінің арасында қоғамдық осындай жан айқай, жаңағы резонанс дейді ғой, соны тудырып, тым болмағанда осы букмекерлік контораларын жылтыраған жарнамасына запрет қою, болмаса тіпті мүлдем бұл ойындарды жауып тастауға ат салысу деп өзім білемін. Және де тағы да бір нәрсе, бұны біз қоғам дерті дейтін болсақ, бұл өкінішке қарай дәл осы ауру деп те айтуға келмейді екен. Себебі дәл осы ойнайтын адамдарды біз ауру дейтін болсақ, ешбір біздің денсаулық сақтау министрлігі оны аурудың тізіміне қоспаған. Яғни дүниежүзілік сақтау ұйымының тізімінде, аурулардың тізімінде бұндай ауру жоқ. Игромания, лудомания деген. Сәйкесінше олар оны қарамайды, емдемейді, мемлекеттен ақша бөлінбейді. Одан бөлек бұны біз қылмыс дейтін болсақ, бұл қылмысқа да жатпайды екен. Бұған яғни МВД, Қазақстан Республикасының ішкі істері де жауап бермейді. Бұны біз мәдениет министрлігінен сұрайық десек, бұл да ешқандай мәдениетке жатпайды. Яғни мәдениет және спорт министрлігі дейтін болсақ, бұл тек қана спорт деген бүкіл әлемде болып жатыр деп. Оны біз сұрауын ұлттық экономика министрлігінен сұрайық десек, оның да сұрауы жоқ. Себебі қаншама адам кредит алады, кредит алған кезде кредиттің мақсаты деп обычно анкета толтырылады ғой. Кредиттің мақсаты ол көп адамдар для бизнесі жеке қажеттілік дей салады. Ол ешкім лудоманмын, мен наркоманмын, болмаса жаңағы ойынға мен ставка қоямын деп ешкім кредит алмайды екен. Сәйкесінше ондай пунктте жоқ. Содан ұлттық экономика министрлігі отчет шығарады, Қазақстанның халқы осынша миллиард теңге кредитті бизнес үшін алып жатыр дейді. Ал шын мәнінде бизнес емес, шын мәнінде қаншама отбасының ойраны болып, қаншама жандар алданып жатыр. Сол букмекерден бір байып кеткен адамды, бір кредитімді жаптым, бір машина, көлік алдым деген маған әзірге бірде бір хат келген жоқ. Сондықтан да бұл тікелей эфир, 1 сағаттық эфиріміз жалпы халыққа пайдалы, танымдық, ақпараттық эфир болатын. Эфирге қазір қосылатын Қайрат мырза. Қайрат мырзаның осы бастамаларын ары қарай жалғап. Қайрат, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Уалейкум ассалам, құрметті қазақ елі, құрметті дәулет, рахмет. Осы эфирге бірге шығып, осындай ауқымды мәселені көтеріп жатырмыз. Менің ойымша, өкінішке орай елімізде бұл проблемаға, бұл мәселеге біздің не үкімет, не басқа да лауазым тұлғалар көңіл аудармайды. Бірақ қазірді мына лудоманиямен ауырып жатқан адамдардың санын қарасақ, басымыздағы шашымыз тік тұрады. Себебі әрбір жыл сайын 350 мың адамдар осы лудоманияға беріліп, осы аурумен ауырып жатыр. Орташа
қарыздың сомасын алсақ 10 миллион теңге екен бір лудоманға. 10 миллион теңге қарызы. Мысалы, мен білмеймін неге екенін, енді көптеген адамдар маған қазір хабарласып жазып жатыр да, осы 2 жылдың ішінде осы мәселені мен көтеріп жатырмын. Оған құлақ асар біздің не үкімет, не президент бізде естімеді, өкінішке орай. Мына мәселені бұйырса естейді Қайрат мырза, себебі дәл менің посттарымнан кейін сенат депутаттары, мәжіліс депутаттарының енді аты жөндерін айтпайын, 4-5 хабарласып осы мәселені толығырақ сұрады. Олардың түсінігінде бұл онлайн казино сияқты екен, яғни маған айтады да, бұл казиноға бізде запрет бар ғой дейді. Бұл мен айтам, бұл казино емес, бұл букмекер. Казинода ол адам карта ойнайды, там фишка, ана мынау деймін де мысалға. Ал бұл букмекер, бұл жерде спорт, кім ұтады, P1, P2, там бірдеңе, ворота, угловой, бір нәрсе, теннис, менис, барлығы бар деймін де. А бұл біздің қоғам дертімізге айналып отыр. Біз мысалға, қараңыздар, арақ ішетін адамды көрсек, біз көзге көрінеді, мынау алқаш деп, оны емдей бастаймыз, мысалға. Наркоманды көрсек, мынау наркоман болып келе жатыр екен ғой, бұны емдеу керек деп, оны емдейтін жерлерге апарамыз. Мемлекет оны тегінде емдейді мысалға. Біреу темекі шегіп жүрсе, темекі зиян ғой деп айтамыз. Ал мынау лудомандарды өкінішке қарай телефондан баса алмайды, қазір болмаса компьютерден баса алмайды да, барлығы онлайн не істеп отырғаны белгісіз. Студенттердің де арасында қаншама хат келді. Мама, мен сабақ оқып отырмын деп отырады екен де, ал шын мәнінде Каспий Голд выпискаларын алатын болса, күніне 5.000 теңгеден, күніне 10.000 теңгеден, 20.000-нан кетіп жатқан адамдар бар мысалға. Бұл көрінбейтін қоғам дертіне айналып отыр. Сондықтан бұл бастамамызды енді көбірек кеңейту керек деп өзім есептеймін. Мына жерде мен осыдан бір жарты сағат қана бұрын маған хат келді. Дәулет мырза, сәлеметсіз бе? Кеше ғана сіздің осы ставка жайлы посттарыңызды оқыған, өзіміз бір шағын ауданда тұрамыз. Таңертең бүгін бір суық хабар естідік. Осының кесірінен біздің ауданда жақсы жағдай өте, өз кәсіптерін дөңгелетіп отырған отбасының баласы өз-өзіне қол салып суицид жасады деп, міне бүгін хат келді. Одан кейін тағы да бір хат есі, қазір мен Дәулет, өте өзекті мәселені қозғап отырмыз. Осындай азарт ойынға кіріп кеткен бауырымыз кеше өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды дейді. Міне суицид. Одан бөлек мына бір оқырман жіберді. Сәлеметсіз бе Дәулет аға, менің күйеуімде осы букмекердің құлы болды. Ауылда тұрамыз, 300 қой, 1 үйір жылқы, сиыр бәрі болды. Нақтысын айтқанда бар деп жүргенбіз. Ал соның бәрін жайлап сатып, бізге айтпай Олимпке тіге берген. Одан жаманы банктерден миллиондап кредит алды. Достарынан, ауылдың процентке ақша беретін кісілерден займер бәрінен қарыз алып, сол Олимп үшін үнемі айтатыны өтірік, отбасымыз ойрандаудан сәлі алдында тұрмыз. Одан бөлек өзіміздікі аздай, жолдас баланың 70 қойын сатып жіберген, өзі жалғыз бала, атамыз, енем аяғы ауыр кезде өмірден озып кеткен еді, аяғым ауыр кезде. Ажырасып кетейін десем, 3 баламды қимаймын, тірі жетім еткім келмейді, біреудің қолына жәутеңдеткім келмейді, туысқандарына да жексұрын болып, еш қадірі қалмады. Бұндай хаттар өте көп, Қайрат, сізге де келетін шығар да? Соңғана бір видеообращениемен президентке арнап видеообращение жасағанмын. Соның салдарынан осы видеодан кейін маған 5000-нан астам хат келді лудомания сұрау бойынша. Мына жерде бір статистика бар да, букмекер кеңсесіндегі ойын отбасылардың ажырасуының себептерінің бірі болды. Сұралған 10 әйелдің 7-сі әртүрлі фокус топтарда ерлі зайыптылардың лудоманиясынан ажырасуға мәжбүр болғанын мойындады дейді. Сонда 10 жанұяның ажырасуының 7-еуі осы лудоманияның кесірінен. Тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Мына депутаттар мәжілістегі сенаттарда, олар да маған шыққан 2 жыл бұрын осы мәселені көтерейік, бір жағадан бас болайық деді. Сол парламентте 2020 жылда барлық букмекерлердің кеңселерді арнайы ойын аймақтарына ауыстырамыз деген ниетпен шықты. Бірақ та және толығымен жарнамаларды біз шектейік, қала аймағында олардың бәрін шығарайық деген ниетпен шықты да, бірақ та қандай себептермен мен білмеймін. Депутаттар сол инициатива шықпен осы мені қолдап, олардың бәрі үнсіз қалды. Парламенттен бұл сұрақты алып тастады. Неге олар Қайрат мырза, сіз ойламайсыз ба, сол жоғарылардың бір бизнес көзі ма деп?
біреу оларды кіршабай 100%, кетеді деп ойламайсыз ба? 100% бұл біреудің бизнесі, себебі енді онлайн казиноны алайықшы, енді бұл заң бойынша енді заң бұзушылық болып саналады. Біздің заңдарымызда неге онлайн казино туралы заңды қолданған қаншама не сайттар бәрібір істейді, бәрі істейді. Бәрі ана кішкентай нелерге кірсеңіздерші, ана компьютерный клубтар бар ғой, кішкентай балаларымыз сояққа барып 8-ші класстан әке шешелерінің карточкаларын, номерін алып, соған салып ойнап жүр екен, ақша табамыз деген сияқты ниетпен. Ол бір. Екінші жағынан мына бинго, лото клубтар, одан басқа мына букмекерлер, мұның бәрін информацияны алсақ, қаншама ақшаны біздің елімізден офшорный зоналарға олар кетіп жатыр. Остров Кипр, Кюрасао, осындай офшорный зоналардың бәрі кетіп жатыр. Эксперимент ретінде мен Алматы қаласында Фурманова мен Аль-Фараби даңғылымен өттім да, Аль-Фараби мен Ташкентский сайынаға дейін бардым, и Ташкентский сайынаға дейін қайтадан көтерілдім. Біздің осы көшелердің арасында 352 баннер бар екен. 350 бір ғана Алматыда. Бірақ осы Аль-Фараби сайына Ташкентский дейін, сайына Ташкентский формаға дейін 352 не бар екен, баннер бар екен. Олардың 87-сі осы букмекерлердікі. Оның белгесі қазір есімде Паримаш, 1xbet бір... Қайрат мырза, қараңыз, менің зерттеуім бойынша жалпы Қазақстанда кемінде 9 сайт жұмыс істеп тұр. Фонбет, 1xbet, Олимпбет, Паримач, Тенниси, Голпас.ком, Mob.fplay KZ, Убет, Легалбет деген нелер бар екен. Бұның барлығы мінекей қоғамға былайша айтқан кезде жаңағы хаттардың келуіне себеп болып отыр. Одан бөлек менде бейресми ақпарат бар. Егерде сізде жалпы осындай бизнесті ашып 500 миллион теңге кетіріп, лицензиясын алып, одан бөлек сайттың барлығын ашуға, ашқаннан кейін бұл кәсіпті бастасаңыз 500 миллион теңгені бір-ақ айда ақтап алуға болады. Иә, бұл рас. Осыдан 1,5 жыл бұрын букмекерлер жиналып, мына жерде бізде барлық букмекерлерді, лото, бинго осын жинайтын сәтті жұлдыз деген бір ойын бар. Иә. Бір частный компания ма, осы спорт министрлігі бар ғой, соларға... Оның артында кәрістер тұрған сияқты менің ойымша. Кәрістерде қазақтар да бар оның арасында. Осыларға енді салық ретінде жыл сайын олар 250 миллиард төлейді деген. Бұл сомманы минимум 10-ға біз енді қалай еселеу керекпіз, сонда нағыз сумма шығады. Сонда ең кішкентай бір сумманы алғанда бір 2 триллион теңге қарапайым халықтың қалтасынан осы оңбаған букмекерлердің қалтасына кетіп жатыр. Қайрат мырза, мен эфирге таныстырып өтейін, енді Бағлан мырзаны барлығымыз таныстырып. Бағлан бауырымды білем ғой. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам. Қайреке, дәке, қалайсыздар? Әлхамдулилля. Жақсы бәрі. Саламатсыз ба? Бірінші әңгімені Салтанат ханымнан бастайық. Салтанат ханым, осы мәселені сізде көтеріп жүрсіз. Және де мынау президент жанынан құрылған ұлттық комиссия мүшесінде де отбасыға қатысты осы мәселені ары қарай жоғарыға жеткізуге былайша айтқанда санымыз көбейіп жатыр. Осы уақытқа дейін қандай жұмыстар жасалды, алдағы уақытта не жасалуы мүмкін? Және де осы ойыннан құтқаратын, былайша айтқан кезде адамды емдейтін орталықтар бар ма біздің елімізде? Оған қаржы бөліне ма? Не болып жатыр? Осы туралы айтып өтсеңіз.
Біріншіден, расында да бұл мәселе қашаннан бері 17 жылдан бері көтеріліп келе жатыр. Енді мен өзім отбасындағы тұрмыстық зорлық зомбылықсыз Қазақстан атты проектіні жүргізу барысында оңтүстік Қазақстанда ол кезде расында да біз ауыл бәрін аралап, кәдімгі Сарыағаштың анау шалғайдағы ауылдарына барып, сол жерде жылап отырған аналарды, қыз келіншектерді, балалардың бәрін көріп, кәдімгідей жүрегің езіліп, осы мәселені қалай шешеміз, бұның түбірі неде жатыр? Неге осы күнге дейін наркологияларымыз бар, совет дәуірінен бастап қанша қаражат бөлініп келе жатыр, енді мүмкін емес деп. Сонда біздің енді анықтағанымыз бірінші ол кезде наркоманиямен кәдімгі жаңа ішкілікке беріліп кеткен азаматшаларымызбен мынау наркотиктерге тәуелді азаматтардың проблемасын зерттедік. Бұның бәрінің арты неге алып келеді? Біріншіден жаңағы ажырасу проблемасы, әйелдердің жаңа бала шағасы далада қалу, жетім жесір болып қалу, одан бөлек мына лудомания, игромания, ойын құмарлық деп отырмыз. Бұл ойын құмарлықтың бір өзі жүрмейді. Мынандай ауытқуға ұшырағаннан кейін адам, енді біз өзіміз зерттеген психологтармен, психотерапевттермен, мынау денсаулық сақтау министрлігінің қызметкерлерімен сөйлескен кезде ол ауруда ең бірінші олар неге алып барады? Бірден проблеманы шешілмегеннен кейін, ана қаражат жетпегеннен кейін ол проблеманы қалайда содан қашу керек қой адам. Сондай кезде ол міндет түрде не жаңағы ішкілікке барады, не жаңағыдай нашақорлыққа барады. Не болмаса суицидке барады, не болмаса оның түбі жаңағы ұрлау, тонау, өлтіру, бір қылмысқа алып барады. Ол жанында жүреді жаңағы. 18 жасар бала әрине әзірше ол жаңағы жолдастарынан жүрген қызымен, анасынан, басқасынан ұрлап, қырлап, кредит алып, үйтіп үйіндегі нәрселерді сатып жеріп құтылып жүреді. Ал кейіннен бастап бұл енді уже әбден еті үйреніп, бұның жаңағы сана сезіміндегі әбден қалыптасқан тәрбиемен, мына кішкентай кезінен ата-анасының берген тәрбиесінің бәрі жоқ болады. Кәдімгідей ол бұл ойынның, жаңа сіз өте бағлан дұрыс айтып өттіңіз, егер Қайрат мырза айтып өтті. Ата-ана жаңағы нашақорлыққа берілсе, не болмаса ішкілікке берілсе, ол енді кәдімгі түрінде көрініп тұрады, оған бір жек көрінішті болып тұрады. Сонда да енді әр қарға өзінің баласын аппағым дейтіндей, ата-ана қашанда әсіресе жас өспірімдерді жаңағы 20-ға 30-ға келген өзінің баласын ақтауға тырысады. Бұл әшейін адасып қалған ғой, біреу кінәлі ғой, орта кінәлі ғой, әйелі кінәлі ғой, күйеуі кінәлі ғой деп соны ақтауға тырысады. Сол уақыт жоғалтып алады, анау жаңағы адамның тұла бойына сіңіп кетеді. Ол біріншіден. Ал енді лудоманияға келетін болсақ, жаңа айтқандай, ол білінбейді. Оның сыртқы түрінде бұл кәдімгі компьютер ойнап отыр, балам әбден үңіліп беріліп отыр-ау деп, бірінші сол уақытты жоғалтып алады. Екіншіден, баланың өзі сол алдауға барады. Әке-шешесінің құлағына жағымды сөздерді айтып, содан қашу, оның ішінде тағы да әбден сол құмарлық оның сана сезімін алып кетуге сол да бір себеп болады. Үшіншіден, әке-шеше түсінген күнде де бүгінгі күні ол қайда барарын білмейді. Оның жолын шешу, қай жерге бару керек. Одан кейін ұят деген нәрсе бар. Ертең мына ортада біліп қойса не дейді? Біз пәленбай семьямыз, міне осындай мына тәрбиелей алмаған ғой баласын деп, бізде әлі күнге дейін стигма бар. Оны бір расында да ауру деп санамай. Жаңа сізбен сөйлескеннен кейін мен арнайы министрліктің қызметкерлерін мен байланысып, осы күнге дейін жаңағы МКБ дейді ғой, дүниежүзілік классификация, аурулардың дүниежүзілік классификациясында қазір енді 10-шы редакциясы екен, 11-ші редакция ол шет елдерде қазір жүріп жатыр. Ол жерде аурулардың әр түрлері корректировка кіргізіліп, әр ауруды олар енді жаңағы редакциялайды ғой. Соның 10-шы варианты біздегі МКБ 10. F630. Бұл жаңағы 630, оның ішінде мысалы
бізде қазір психикалық денсаулық орталықтары ашылған. Бұрынғы біздің наркология диспансері болатын. Осы күнге дейін мысалы біз психдиспансер, наркология диспансері деп атайтынбыз. Олар бөлек-бөлек болатын. Жаңа кішкене нервісі қозатын болса, невропатологқа барады, не психиатрға барады. Ал егер жаңа ішкілікке берілсе, наркомания, алкоголизм деп сол жаққа. Ал лудоманияны қай жаққа жіберерін білмей, бүгінгі күні олардың бәрі бір неге қосылған, психикалық денсаулық орталықтары. Олар облыстық центрде, кәдімгі әр облыстың центрінде, жаңа мысалы Талдықорған, не болмаса Көкшетау, Алматы, сол жерде жайласқан. Ал ауылды жерде олар жоқ. Ауылды жерде, ол жерде тек қана нелер бар, психиатрлар бар. Бірақ енді көбінесе 6 айға дейін жаңағы психиатрларымыз армияға жіберетін балдардың жаңа военкоматтарда жүреді, не болмаса тағы бір нелерде жүреді. Енді профилактика деген нәрсенің түсіндіру жаңағы, мысалы, енді көбінесе ауылдағы кейде бір естіп атамыз ғой, жаңағы өзінің қызына зорлық істеген әке шеше қандай сана сезімде соған баруы мүмкін деп. Сонда бәрінің жаңағы ішкілікке салынған, не болмаса нашақорлыққа салынған состоянияда. Ал енді сол ауылдың адамдарының ертең бір баратын жері бүгінгі күні жоқ. Сол себепті бүгінгі күні мен енді сұрағаным, бізде арнайы протокол бар ма жаңағы F63 пен енді F-қа жататындардың бәрі жаңа психикалық ауытқуға ұшыраған адамдардың несі болып табылады ғой. Ал енді сол жерде протокол бар ма десем, сол протоколды Павлодарлық психикалық орталық жақында ғана осы былтыр күзде әзірлеген екен, бірақ ол әлі күнге дейін қаралуда. Ал енді былай келетін болсақ, онда бізде лудоманияны емдейтін жалпы не протокол жоқ, не ондай орталықтар жоқ. Бүгінгі күні аудандарда ол жоқ. Тек қана психиатр бар, ал облысқа бару үшін жақсы, Салтанат ханым, уақытты үнемдейік, мына жерде оқырмандар да жазып жатыр. Мына жерде айтайын дегенім, енді қарап отырсақ, біз аурудың алдын алуымыз керек мәселе. Сіздегі мысалға жаңағы емдеу процесі ол уже ауру болып, былайша айтқанда ауру асқынып кеткен адамдарда. Ал енді қоғамдағы дертті қалай аламыз деген сұрақ туындайды. Мен Бағланды да эфирге жайдан жай шақырған жоқпын, себебі Бағлан мырзаның «Ақ пен қара» кітабында бұл туралы өте жақсы халықтың ойын ашатындай, сол бір казино, олимп дегенге жоламайтындай дүниелер бар. Бірақ оны өкінішке қарай құмар ойынның құрсауында жүргендер оқымайды. Сол кітапты 3.000-ға ма 4.000 теңгеге сатып алмай, керісінше 300 мыңдап, 3 миллиондап сол олимпке тығып жатқан адамдар бар, Бағлан мырза. Солай ғой. Жалпы сізде бұл процесті кешіріңіз, енді ақ пен қара дегенде енді жалпы ақ Бағлан және қара Бағлан деп айтсам, мысалға. Оқырмандарға дәке түсінікті қылып айта беріңіз, енді мен өзімді ойнағам, Қайрекең жақсы біледі. Білем ғой. Сол кездегі Бағлан қандай еді деп сұрақ қойғым келіп тұр. Бағланның образы жалпы лудомания, осы ойын құмар адамдардың психикасы. Өйткені көп адам жазды маған. Мен білмейді екенмін. Күйеуім, оказывается, кейін білдім. Жүріп жүргенде білмейтін едім, кейін білдім. Болмаса 5 жылдан кейін бірақ білдім дейді. Ал енді сол ойын құмар адамның портреті қандай болады, Бағлан? Өзіңіздің портретіңізбен өткен Бағланның портреті қандай еді? Енді мен өз басымнан өткен нәрсені айтып берейін. Бұл берден бір сүйреті шығады деп ойлаймын. Біріншіден, өмір сүру тәртібің өзгеріп кетеді. Яғни мезгілсіз, себепсіз үйге кеш келу, қонбау деген сияқты. Сосын кейін екінші мәселе, сылтау айтқан кезде неше түрлі сылтау айтасың. Яғни сылтау айтқанда сенің отбасың болатын болса, немесе атанаң болатын болса, соларға ұнайтын, соларға жағатын сылтау айтасың. Яғни айтқанда ол енді, ол мысалға осындай кәсіпкер досыммен жүрдім, немесе осындай бір шаруа шешіп жатырмын, немесе бір қарапайым тілмен түсіндіріп, яғни бір белсенді адам болып жүресіз, қысқасы. Мынандай бір мына жерде бір сотка крузак сатылып жатыр екен, рынокта 9 миллион тұратын болса, мен соны бір Талдықорғанда немесе жақын маңда или Ұзынағашта бір 6 миллионға сатылып жатыр екен, соны алдым, үйттім, бүйттім, содан бір пайда көрдім деген сияқты бір болмайтын жерден өзіңді бір не дейтін еді ана? Деловой адам. Ол соның белгілері. Одан кейін
осындай сылтау бір рет кездеседі, екі рет кездеседі. Үнемі, жалпы айтқанда, үнемі бітпейтін жұмыс болып кетеді. Яғни өмір сүру режимің бұзылады, ол ең бірінші белгісі. Сосын кейін бұрын айналыспаған, бұрын жасамаған іске бет бұрған адам сияқты, бір үлкен бір дүниені, үлкен бір шаруаны бітіріп жүрген адам сияқты, сондай бір тема шешіп жүрген адам сияқты образ қалыптастырып аласың өзіңе. Бұның алғашқы белгілері негізінде. Қарыз сұрау, мысалға, достармен араласқанда достар өзгере ма? Енді қарыз сұрау мәселесіне келген кезде, бұл енді әсіресе жасырмай анық айта аламын, оны Қайрекеңде оны қолдайды деп мен 100% айта аламын. Басқа өзіңнің жеке басыңа іс түскен кезде, ол сен денсаулыққа байланысты, немесе бір басқа да бір Құдайдың берген басқа да бір сынақтары болсын, отбасылық жағдай болсын, енді шынымен адам бір шынымен бір неге бір проблемаға тап болған кезде, сен ол өзіңе қаражатты табу өте қиын да. Ал енді әсіресе осы ойынға келген кезде сен ақшаны қалай болсын солай таба аласың. Яғни сенің өтірік айту, адамдарды сендіру қабілеттерің кәдімгідей оянады. Яғни өзіңнің басқа қырыңнан сен әрекет қыласың. Өйткені сен бірден ақша аласың. Бірден ақша алған себеп ол қалай? Мысалға деп айтайын, дәке, сіздің отбасыңызға бір қаражат керек болды, кәсібіңізге немесе білім саласына. Сіз нақты айта аласыз. Пәленше, түгенше, маған 6 миллион теңге ақша бере тұршы. Мен осындай бір білім саласына, немесе бір үй саласына, осындай бір оқырмандармен сабақ өтейін деп жатырмын. Бірақ оның қайтарымы 3 ай, 6 ай, 7 ай, дені сау адамдар 1 жылға дейін өзінің есебін айтып, жоспарын айтып ақша алады. Ал енді нелдегі оқырмандар білсін, естісін, ал енді ойнап жүрген адамдардың ақша алатыны олар өте қысқа мерзімге алады. Яғни ол енді казинолардың ішінде процентке ақша береді, 10 күнге ақша береді, 10 күнге 10%-пен береді. Одан кейін, яғни соған сіз үйреніп алғаннан кейін қарыз алатын кезде, мен мысалға келемді, міне маған ақша бере тұршы, менде бір шаруа шешілмей жатыр, мен таможняны айта салам, немесе түрлі әңгімелерді айта салам, басқа бір темаларды айта салам. Қытайдан бір нәрсеге заказ беріп қойып едім, бірақ ол мен айта берем, қазір мен бір 100 коробка iPhone 13-ке заказ беріп едім, что-то қазір таможняда проблема болып жатыр, өкіметте хаос болып жатыр ғой, қазір андай болып жатыр, мындай болып жатыр. Мына күйіп баратыр маған, осындай бір 6 миллион болса мен шешіледі деп айтады. Мен осындай нәрсеге бара берем. Сөйтем да, ол ақшаны алу үшін мен қарыз сұрап отқан кісіге айтам. Мен сізден 6 миллион теңге алайын, 10 күннің ішінде мен сізге 600 мың теңге рахметіменен әкеп беремін. Енді былайынан ақша ұстап отқан адам 10 күннің ішінде 6 миллионға плюс 600 мың теңге біреу әшейін әкеп беретін болса, дейді. Яғни сразу осындай ақша беріп атқан адамдардың өзі бұған кәдімгідей алданып қалады. Сондықтан қарыз сұрау, егер кім осындай нәрсемен ауыратын болса, яғни осындай подходпенен жақындайды негізінде қарыз сұрауға. Өте қысқа мерзімде. Енді сіздің негізгі табысыңыз осы уақытқа дейін, қазір бизнес болса, осы уақытқа дейін шоу бизнес, той бизнесі болды, иә? Сол өзіңіз ақпен жаңағы казинода болмаса осылай ойын ойнап жүрген кездері, енді негізгі табыс көзі сол тойдан келді ғой, шыны керек. Қанша теңге ұттыңыз, қанша теңге ұтылдыңыз? Осыны 4000-ға жуық, 3500-ге жуық оқырманға айтсаңыз. Жалпы плюстесіз бе, минустасыз ба? Енді ақ пен қара кітапта оның барлығы мен жазғам, бүкпесіз. Мәселе соны бәрі ешім оғатқан жоқ мәселе. Иә. Енді сонымен Бағлан мырза, қанша болды? Ұтқаныңыз, ұтылғаныңыз қанша? Енді ұтқанымды мен 1,5 жыл ойнадым. 1,5 жыл ойнаған кезде 2 казино маған ұта бергеннен кейін қот жауып қойған. Біреу Торнадо, біреу Royal Plaza жауып қойған. Қапшағайда. Қапшағайда, иә. Өйткені
мен 500 доллар ұтсам да орнынан тұрып кететін адам болғам, сосын үнемі ұта бергеннен кейін бұлар маған кіруге есік жауып тастаған. Сосын кейін мен енді өзімді бір қатты бір талантты, бір қатты ойнайтын адам деп өзімді солай есептеп, мен өзіме сондай бір шабыт алып алып, сөйтіп 1,5 жылға 2 ай уақыт қалған кезде Фламинго деген казиноға кіргенмін. Сол Фламинго деген казинода мен өтірік айтпай ақ қояйын, 2 карточкам болған. Біреуінде 45 миллион теңге жүреді, бардашогымда 10 мың доллардай ақша жүреді. Екінші карточкамда бір 6 миллиондай ақша жүретін тұғын. Сөйтіп сондай ақшамның барлығы мен 3 айдың ішінде бүкілінен айырылып, сосын кейін бір кәсіп ашамын деп бір кісілерден процентке 50 мың доллар алып, 10 ойнадым, 10 ұтылғаннан кейін тағы 20 мың долларға тағы да процентке кірдім. Сөйтіп өзімнің жаңағыдай үйімді сатуға тура келді, мініп жүрген көлігімді сатуға тура келді. Содан яғни ол дүниеден бөлек мен өз басым ломбардқа 75 мың доллар айына 10%-пенен қарызға кірдім. Ел жұртқа қарызды есептеген кезде бас аяғы 225 мың доллар қарызға кірген адаммын. Ал қарызға кірген адам ертесінде қарызын сұрайды адамдар. Бағлан, қарыз қайда, ақша қайда деген кездегі состояние дейді ғой. Қандай жаңағы түрлі сылтаулар айттыңыз. Одан бөлек сіз көріп тұрсыз, ұтылып жатқансыз. Қандай ойда болдыңыз? Бұл тығырықтан қалай шықтыңыз деген негізгі сұрақ. Мен өзіме бір сұрақ, осы сұраққа мен өзіме бір жауап таптым. Мен енді осындай, мен өзім өмірде қолыма 45 мың доллар ақша жинаған адаммын да. Енді 45 мың доллар ақша жинаған адаммын, енді мен дүнием кетіп қалды. Мен қалайша елге 200 мыңнан ақша адамға қарыз болдым. Яғни мен өзіме сұрақ қойдым. Яғни жын жыбырға осындай бір арам нәрсеге мен 200 мың доллардан аса қаражат таба алдым ғой. Жаман нәрсеге, жын жыбырға. Енді неге жақсы өмір сүруге осындай ақша мен таба алмаймын деген мен өзіме сұрақ қойдым. Неге? Өйткені бұндай қарызға кіру үшін мен өзімнің өтірік айту жаңа немді қостым, аферизмді қостым, тілбайлықты қостым, адамды сендіре алу, өзіңе қарат алу деген нәрсе, сондай қабілеттерді қостым. Сөйтсем, бұның бәрін ойланып қарасам, дұрыс өмірге өзіңнің бағытыңды бұрсаң, яғни жақсы өмір сүруге мына қабілеттің барлығы жетеді екен дедім да. Енді ол басқа да ойнап жүрген адамдардың барлығы бұл адамды сендіру, ақша алып кету. Яғни алаяқтыққа жақын әңгімелер ғой енді. Сосын кейін мен өзіме сұрақ қойдым. Неге сол жын жыбырға кеткен минусты мен неге плюске айналдыра алмаймын? Құдайға шүкір, денсаулығым бар, күш қуатым бар деп мен өзіме сұрақ қою арқылы, өзімді зерттеу арқылы жасап. Бағлан мырза, сіз кішкене қатып қалдыңыз. Қайрат мырза, сіз петиция бастадыңыз, ол қай сайтта, сол петиция жайлы айтып өтіңізші. Себебі бір жерде де мен оқыдым, 50 мың дауыс жиналу керек екен деп. Егер де 50 мың дауыс жиналатын болса, қандай нәтиже күтуге болады? Себебі ол петицияны мен қазір тікелей эфирден кейін менің оқырмандарым да петицияға қол қояды. Ссылканың барлығы мен телеграм каналға салам, шамамен 300 мың адамы бар. Және де стористі де шамамен 300 мың адам көреді, бірақ енді петицияға қол қоятыны қанша болатынын білмеймін. Сол петиция жайлы айтып өтсеңіз. Дәулет, бірінші петиция бұл онлайн казиноға жасалған петиция болған. Қазір екінші петицияның модерациядан өтіп жатыр. Өтініш KZ сайтында. Әлі оны салған жоқ. Оның несі модерациясының өткен соң 1-2 күннің ішінде бітетін шығар. Соның несін мен ссылкасын берем, және осы ссылка бойынша адамдардың бәрін осы петицияны қол қоюға шақырамын. Яғни ол сілтеме қазір дайын емес, алдағы уақытта дайын болады. Жақсы, құрметті оқырмандар, жаттап алыңыздар. Мен, Қайрат мырза, Бағлан мырза, мінекей қаншама қоғам белсенділер және де мен танитын миллион оқырманы бар блогерлар дейма, танымал адамдар, әншілер барлығы сол петицияны стористеріне сілтемемен салады деп ойлаймын. Ал қалған оқырмандар болашағынан үміт күтетін сол ұрпағы үшін алаң болып жатқан жандар міндетті түрде ол петицияға қол қою керек деп өзім есептеймін. Себебі барлығымыз ұрпақ асырап отырмыз, бала бағып отырмыз. Оның болашағын біз ойлайтын болсақ, алдағы
осындай дерттің алдын алуымен біз жұмыс жасау керекпіз деп өзім есептеймін. Бағлан мырза, жаңағы $225,000 сөйтіп қалай қайтардыңыз сіз? биыл құдайға шүкір 4-ші жыл болды, әлі қайтарып келе жатырмын. Әлі қайтарып келе жатырсыз. Маған көп жазған Шыдау керек. хаттардың көбінде кеше жазды. 10 миллион қарызым бар, 14 миллион қарызым бар, 15 миллион, 22 миллион қарызға кетіп қалдым, Дәулет мырза. Менің ойлайтыным күнде суицид дейді мысалға. Сізде ондай болмады ма? 225 мың қарыз кезде бір суицид жасау болмаса бір жаман, білмеймін енді, неше түрлі ойға келеді ғой, Құдай сақтасын әрине. Бірақ сондай қарыздың шырмауынан шыға алмай қалғандардың түпкі шығатын жолы суицид деп ойлайды екен көпшілігі. Сондай ой болды ма, болмады ма өзіңізде? Енді ондай ой болды менде. Бірақ айналып келгенде қайтадан өзіме сұрақ қою басталды. Мақұл, суицид жасайын ақиқатында да. Өмірден қоштасып кетейін. Бірақ менің артымда әке шешем бар, бала шағам бар. Мен әлі өмірдің қайнаған базарына енді келген адаммын ғой. Бірақ мен өлгенменен ол ақиқат солай. Кеше мынау қаншама өзіміздің әріптес болғанымызда, дос болған азаматтарда өмірден өтіп кетіп жатыр да. Енді өмірден өттің, 7-іңді өткізеді, 40-ыңды өткізеді, жылдығыңды өткізеді. Сосын кейін туылған күніңді есіңе түсіреді, өлген күніңді есіңе түсіреді. Негізі әңгіме бітті, тірі адам тіршілігін жасай береді. Енді адамдар көбісі солай ойлайды, проблемадан солай қашқысы келеді. Енді ол нәрсе маған да бұндай ой келген. Бұл сұрақты енді не үшін қойдым? Бұл вообще тікелей эфиріміз ешбір сценарийсіз болды. Себебі сол қарыздың шырмауына кірген адамдар түбі суицидпен жеңіл құтыламын деп ойлайды. Сондықтан да ол жеңіл құтылудың жолы емес, енді ана өмірдің де өзінің сұрауы бар, тем более суицид деген енді жақсы білген адамдар, ол мүлдем басқаша. Бір қызық нәрсе айтайын, Дәке. Сосын кейін жаңағыда өзіме сұрақ қойдым, мақұл, өз-өзіме қол жұмсайын, мақұл, енді шынымен бақилық өмірге кетейін. Бірақ барған кезде де мен енді жұмақ тозақ деген нәрсені бәріміз білеміз ғой. Бірақ біз бәріміз жақсы білеміз, сен қарызды мойныңа арқалап кететін болсаң, тем более анандай дүниені алып кететін болсаң, онда Құдайға шүкір тозақтың вибына кетейін деп тұрсың ғой, жалпы айтқан кезде. Осы нәрсені сіздің аузыңыздан шығарғым келіп отыр еді. Мінекей шығардыңыз. Осыны қаншама оқырман көріп отыр, қаншама адамға. Тіпті білесіздер ме, Қайрат мырза, күйеуі мен әйелі бірігіп ойнайтындар бар екен. Бір оқырман жазды, тіпті сол полиция органда, тіпті профессорлар деп бір аты жөндерімен жазды. Мен оның атты жөндерін шығаруға да ұялдым. Сонда бұл қоғам, бұл ойын бір нені таңдамайды екен, андай не жоқ екен. Бұны былайша айтқанда оқымағандар ғана ойнайды десек қателесеміз. Оқығандар ғана ойнайды десек тағы қателеседі екенбіз. Әлеуметтік статусы жоқ. Адамдардың 8-ші класстан бастап ойнайтын және 70-тен асқан біздің қарияларымызда бұл лудоманияға өте әуес қой. Және бұған бәрінің кінәсі бұл біздің өкіметтің агрессивті түрдегі шыққан жарнамаларға жол беруі. Мен бұрын ойлайтын, жарайды, бұл букмекерлер, олар салығын төлеп жатыр. Ең бастысы онлайн казиноны жапсақ, себебі онлайн казинолардың енді филиалдары офшорный зоналарда ғой. Біздің ақшалардың бәрі соған кетіп жатыр. Мына букмекерлер бізден кішкене енді бір салық төлеп, бір пайдасы бар шығар деп ойлағам. Сонда бірінші петиция сол онлайн казиноларды жабу, олармен күресу болған. Ал қазір енді мына зерттеулерді жүргізген соң бір түсінік пайда болды да, бұл оңбағандар халықтың қалтасына өз қолын сұғып, сол жақтан ақшаны алып жатыр да, өтірік салықты төлейді, біз спортты қолдаймыз. Қазір любой бір спортивный организацияны алыңызшы, барлық жерде, барлық жағдайда бұл тек қана букмекерлер, конторалар, олардың спонсоры болған. Бір кетсе, олардың бюджетінен бір 5% кетеді шығар, жинаған бюджеттенші. Бірақ та ең үлкен, ұят емес, бұл ұят деген біздің кішкене қазақтың сөзі өте бір мягкий дейді ғой, бұл позор. Позор, потому что біздің елімізде, біздің енді ұлттық телеарналарымызда, спортпен байланысты арналарда
YouTube бәрін любой канал неге үлкен Тенгри Ньюс болсын, Нұр.kz, басқа да үлкен сайттар болсын, бар жағында букмекерлердің агрессивті түрде шығып жатқан жарнамасын біз көреміз. Мен міне бүгін ғана Нұр.kz сайтына кіріп қалған кезде бүкіл ана Нұр.kz-тің фоны көкпенбек болып, қазір айтам, ненің несі болып кеткен. 1xbet па, бір бәленің рекламасы, міне. Көкпенбек болып, міне, Нұр.kz-ке кіріп қалсаңыздар, міне, бәріңіз көресіздер, сонда битет, міне, получи 200% от первого депозита дейді. Құдай-ау, бұны білмейтін адам, мысалға, я, бірден басат, 10 алады да 1000 теңге салып, 2000 теңге қылдырып, сосын отылады, ол 2000-ді қайтадан қайтарам ғой дейді, ата-анасына айтпайды. Сол, былайша айтқан кезде, ешкімге айтпайды да қарыздың бата береді шұңғымасына, балшыққа бата береді де, соңғы суицид болады, соңғы мүлдем басқаша болады. Бағлан мырза, жақсы, сіздің оқиғаңызды бұрын адамдар білмейтін, айналаңыздағы жақын адамдарыңызға айта бастадыңыз, қалай болғанын, одан кейінгі өміріңіз қалай өзгерді. Бұл жерде менің айтқым келгені, көп оқырмандар өкінішке қарай ата-анасы білмейді баласының не қойып, не бүлдіріп жүргені. Көп жігіттер маған хат жазды, менің ата-анам білмейтін еді, бірақ бір күні айттым мен, мама, папа, менің 2 миллион қарызым бар, 8 миллион қарызым бар деген кезде, менің ата-анам жылады дейді, балам-ау, сен сонау басында қарызың 50 мың болғанда, неге 100 мың болғанда, неге айтпадың деп, мысалға. Бір оқырман хат жазды, мен осының салдарынан мен әкемді, шешемді 10 жылға қартайтып жібердім деп, мысалға, түрлі хаттар келіп жатыр, мысалы. Сондықтан, Бағлан мырза, қарыз ойнап кетті, міне, қарызым бар, ұялмай, отбасыңызға, болмаса біреуден көмек сұрағаннан кейінгі жағдай қалай болды? Жеңілдеп қалдыңыз ба, әлде өміріңіз одан сайын қиындап кетті ма? Енді қазақ айтады ғой, ауруын жасырған өледі деп. Бұл енді шынымен ауру ғой бұл. Бұл енді не бір дастархан басында отырып айтатын нәрсе емес. Не біреумен сырласайын десең, оның бағыты басқа, сенің мұңыңды, сенің жырыңды ол тыңдай алмайды. Сондықтан бұл ешкімге қоғамға не жайып айта алмайды. Енді мақұл ішімдік ішетін адам отбасында оның ағайын туысқандары білетін шығар, оның ішімдік ішетінін, темекі тартатынын деген сияқты. Енді оны жасыра алмайды. Бірақ осы игроктар ол ішінде бүгіп қалады да ол. Сосын кейін күніге барады, ұтылады. Ол енді бүгін мысалға ойнады, өзінің қалтасында 1 миллион теңге ақшасы болды ма, оны ұтылды ма, кәсіпте жүрген ақшасын, кассадағы ақшасын алады, оны ұтылады. Кассадағы ақшасын ұтылғаннан кейін достарына шығады, достарының қарыз алып ойнағаннан кейін оны ұтылады. Сөйтеді да бұл енді күндердің күнінде бәрібір қалтасына бір 100 мың теңге түседі да, 100 мың теңге түскен кезде любой адам барып ойнаған кезде негізі ұтады. Ұтқан кезде проблема қайдан келеді? 100 мың теңгемен барады да, ол 500 мың теңгемен ұтса, яғни 400 мың теңге қалтасында мысалға плюс бар ғой. Сол плюсті қанағат қайтайын десе, ол достарынан алған қарызы бар, онан кейін жаңағыдай кассаға кеткен ақшасы бар, мұны бүкіл қарыздарын бәрін есептейді. Яғни айтқан кезде оны игроктар жақсы біледі. Ошым айтқандай, не лечит қой? Ұтқан ақшаң не лечит? Яғни менің қолым жүріп тұр, бір удармен кезінде дискаунтпенен, немесе бір $100 болмаса бір 10 мың теңгеменен мен пәленбай миллион ұтқам, осындай шанс менде болады деп, бұл всегда неге үнемі рискке бара береді. Бірақ ол өзі рискке барып, ол проблема шешу емес, ол наоборот балутаға батып атқанын ол негіз өзі білмейді. Сондықтан мойындау ерлік. Егер адам баласы өзі қандай деңгейде қораға кіріп кеткенін, қандай состояниеде жүргенін өзінің жақындарына айтып, жұбайына, ата-анасына айтып, ағасына айтып, інісіне айтып, шынымен, мен бейшарамын, мен ауырып қалдым, мен аурумын, маған көмектес, мені құтқаршы, мен что-то адасып кеттім деп, адам баласы өзі бірінші өзі әрекет жасап, жақындарына жақындамаса, ол өзінің былығына, өзінің несіне тұншығып жүре береді. Яғни уақыт өткізген сайын ең соңында жаңағыдай болмайтын жерден, ойламаған жерден ол суицидке де бара береді, немесе елден қашып кетеді, немесе семьясынан ажырап қалады, яғни қоғамнан безіп кетеді. Сондықтан дер кезінде қандай состояниеде тұрсын, соны мойындау керек. Оны мен айтқан жоқпын, қазақ айтады, мойындау ерлік деп. Сондықтан бұны жасыратын ештеңесі жоқ. Егер шынымен сен дәрежең, деңгейің сондай ма, жақындарыңмен аралас. Егер шынымен қарызсың ба,
бізде қалай болды? Мен мысалы оны жасырмай ақ қой, мына олимпийский чемпион мен досым бар. Соған айтқам, сен маған гарант болшы, мен бір 4-5 кәдімгідей қоғамда өздерінің орны бар мықты азаматтарды мен ақша алғам. Солардың ортасында мен сөзім сөйлеш, сен менің досымсың ғой, досым болсаң сенсең сөзім сөйлеп берші деп, сол азаматтардың барлығын басын қосып, яғни мен бизнеске деп алған ақшам бар, сосын кейін басқа көлік алам деп көлік Ол алып сатамын деген. досыңыз кім болды? Қай олимпиада чемпионы? Енді мен қай спортпен айналысам, оны өздеріңіз біліп отырсыздар ғой. Бокс. Иә, атын айтпай ақ қояйын. Сонан сол жігіт келіп мен сөзім сөйлеген, мен досым, мен осындай адасып қалдым. Мен өзімді Бақтияр мойындадым. Артаев. Иә. Жігіттер, ағалар, менде де осындай жағдай болып қалған. Міне досым келіп отыр, сөзім сөйлеп отыр. Қарызым мойындаймын, Бұл жерде бәрін енді қайтарам Бақтияр дедім. Артаев мырзаға да алғыс білдіру керек шығар деп ойлаймын. Себебі адамның басына проблема түскен кезде көп жағдайда достары қашып кетіп те жатады. Ал енді сізге сеніп, міне осындай қазақтың жігітіне қолдау білдірейік деп қаншама қарызға батқан, былайша айтқанда қарызыңызды қайтармай жүрген жандардың бәрін басын қосып, мінекей сол Бақтияр Артаевтың да үлкен көмегі бар деп өзім есептеймін. Бақтияр мырзаға да білесіз ба, бұл жерде бір нәрсе, ол мысалға достықты сатпай, ол сенім білдіріп сөзімді сөйлегені, ол өзі білмеуі мүмкін, бірақ мен үшін ол үлкен шабыт берді, кәдімгідей демеу берді, кәдімгідей тірек берді. Маған ол материалдық тұрғыда ешқандай көмек бермесе де, бірақ руханияттан маған кәдімгідей темір қазық қадап берді. Сосын кейін ол кісілермен сөйлескеннен кейін денім сау, басым аман, кім қателеспей жатыр, ағалар осындай болды, маған осындай уақыт беріңіздер деді. Сосын кейін қанша уақыт деді. Мен ойладым, айттым, мен 9 ай уақыт алайын мен сіздерден. Бұл жерде 75 мың доллардың әңгімесі болып жатқан. 9 ай маған уақыт беріңіздер дедім. Енді 9 ай уақыт берді. Құдайға шүкір 9 ай емес, 3 жылдан аса уақытта қалған сол ақшалардың бәріне құтылдым. Неге? Өйткені бетімді ашып алғаннан кейін қай кезде звондаса да телефон көтеруге дайын болдым. Сосын кейін болып жатқан жағдайларды ашық сөйлесе алдым. Яғни қарыз беруші, қарыз алушыдан үнемі бір саты жоғары тұрады. Ол жерде білім, атақ, дәреже, абыройға қарамайды. Қарыз бердің бе, ол бәрібір, ол қандай адам болса да, ол сенен бәрібір бір саты жоғары тұрады. Ол боғауыз айтқысы келе ма, ол сен жерге түсіргісі келе ма, намысыңды таптағысы келе ма, амалдың жоғынан, енді мен айтқан жоқпын, қазақ айтады, баспен істеген нәрсені мойнымен көтерді. Сондықтан бүкіл нәрселердің бәрін өзіңе қабылдау үшін, осы шешімнен шығу үшін әртүрлі ауыр сөздер де болады, немесе бір жаңағыдай жағыңды бұзып кететін кездер де болады. Сондайлардың бәрінен шыдауға тура келеді. Бәріне уақыт емші екенін мен өзім ол ақ пен қарада да айтқам. Одан кейін бір 25 шақты мен осы казинода ойнап жүрген азаматтармен кездескем. Соның бір 20 шақтысы осы әңгімелерден кәдімгідей жөнін тауып жолға түсіп кеткен азаматтар бар. Яғни бүкіл менің айтайын деген бүкіл проблема өзінің жарасына, өзінің ауруына өзі тұншығып, адамдар ұйықтап кетеді. Содан ауру табады. Яғни ашыла алмай қалады. Қоғамда, әлемде, Қазақстанда ең соңғы адам сияқты өмір сүреді. Яғни Бағлан мырза, шынайылығыңызға рахмет. Енді уақытта тығыз, шамамен 12 минуттай қалды. Не істеу керек үкімет, мемлекет, басшы, қандай шараларды қолға алу керек, Қайрат мырза? Ұсыныстарыңыз нақты. Дәулет, ең басты ұсыныс бұл мына біздің петициямызға сай букмекер, онлайн казино, лото, онлайн платформалар, олардың бәрін біз жабылу керек, немесе оларды бір енді Қапшағай мен Щучинскта бізде екі арнайы зоналар бар ғой, сол жаққа жіберу керек. И ең бастысы біз олардың сайттарына тыйым салу керекпіз. Ешқандай жарнама болмауы керек. Дұрыс айтасыз, өйткені ана көздің жауын алады. Көздің жауын алғаннан кейін адам жылтырағанға құмар ғой негізі.
мен де оны қолдаймын. мен айтып өйткені отырған қазір порнография мен мына экстремизмге балдарға неше түрлі нелерді көрсеткен сайттарды МВД-ның арнайы бір отделі бар, олар кәдімгі мониторинг жасап отыр. Ал енді бүгінде мысалы жаңағы денсаулық сақтау министрлігі не болмаса сол ішкі істер министрлігі осы мәселені егер олар расында да осыған, біз енді ол мәселені ұлттық комиссияда көтереміз, осыны құзырлы органдардың алдына қоямыз, депутаттардың алдына осыны нақты қоямыз. Рамазанова Ляззат Керимқұловна ұлттық комиссияның өзі төрайымы, осы мәселені біз міндетті түрде Дәулет мырза екеуміз осы мәселені жақында көтерейін деп отырмыз. Ұлттық комиссияның отырысында сол құзырлы органдардың жауапты қызметкерлерін, вице-министрлерін шақырып, осы мәселе неге осы күнге дейін шешілмей жатыр деп, бүгін айтылып жатқан барлық ұсыныстарды жазып жатқан біздің азаматшаларымыздың барлық қазір оқып отырмын, осының арасында қайда барамыз, не істейміз, қандай көмек бар деп. Сол үшін мен ойлаймын, бұл өзі екі мәселе ғой. Бірінші осыған арнайы, бұны біреу енді, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жоғарыда отырған біреулер бұны кәдімгі қолдап отыр, бұны продвигать етіп отыр. Біріншіден соны тоқтату керек, екіншіден халыққа осы аурудан емделіп сауығып кетуді қолжетімді қылу керек. Ол арзан болу керек. Ол әр ауылдағы әйел, ана, әр отбасында осы туралы мәліметті білу керек. Қай жерге барса, ол жерде есік жабық тұрмау керек. Ол жерде нақты осыны кәдімгі осы шетелде ма, басқа жерде ма, ең передовой экономика дейміз ғой, сол жердегі передовой жаңағы методтар деп. Осы 12 қадамдық бағлан, сіз айтып отырсыз ғой, сіз бір емнен де өткен шығарсыз, жаңағы неше түрлі аурудың. Біздің қазіргі психотерапевттеріміз өкінішке орай осы аурумен оның үдесіне жетпей отыр. Сол үшін мен жаңа Дәулет мырза өзіңізбен күндіз сөйлескен кезде, мына проектіні оңтүстік Қазақстанда жүргізген кезде мен енді өзім наркологияға да барып шықтым, оңтүстік Қазақстандағы медвотрезвительге де бардым. Қанша ай сіздер емдейсіздер, қандай дәрілермен емдейсіздер, қанша процент кейін принудительное лечение дейді, сот арқылы. Солардың бәріне барып шыққан кезде өкінішке орай біздің дәрігерлердің өздері мойындап отыр. Осы проценті өте төмен. Ал енді бізде қазір Алматы мен Астанада мен сол жерден 20 жыл нашақорлыққа берілген 20 жыл героинді қолданған кісіні біз сол жерден анасы жылап келгеннен кейін сол Алматыдағы центрге жібердік. Сондай центр Астанада да бар екен. Сол мені қазір 3 жылдан бері, біздің проекттің өткеніне 3 жыл болды, 3 жылдан бері сау, аман әлі ондай. Талдағат ханым, дұрыс айтасыз, соның бәрі дұрыс, бірақ та біз нақты қазір мына жердегі өзгертулер мен осы заңға бізге жаңа заң керек. Негізінен бізге жаңа заң керек. Осы букмекерлердің бәрін көзін жойып, оларды заң да керек. Одан кейін жаңағы жарнама мәселесі. Осы мәселені шешетін бір кісі бар, бұл біздің Тоқаев мырза. Себебі өкінішке орай парламентта отырған, сенатта отырған депутаттарымыз қорқады ма, не болады, бұл жерде олар заңнаманы, сол 2020 жылда бастаған заңнаманы оны жоққа шығарды, қайда кеткенін беймәлім, және оларға қазір рух беретін тек қана Тоқаев мырза шығар қазір. Сол құлағына алтын сырға, қоғамдық резонанс тудыру керек, Тоқаев есту керек, бұл нәрсені де біз хатты да жаза жатармыз. Бағлан мырза, сіздің айтарыңыз, жаңағы ақылыңыз, кеңесіңіз, қосарыңыз. Енді көп адам сұрайды, 6 минут қалды. Қайда бардыңыз, кімге бардыңыз, қандай психологқа, қандай имамға бардыңыз дейді. Ол біріншіден имам да психолог та бұған көмектесе алмайды, өйткені ол практикада өтпегенде ол айта алмайды ештеңе. Яғни мен неге сөйлесе аламын олармен, өйткені жетер жеріне жеткізіп, солардың тілінде, солардың жан дүниесіне кіре алғандықтан мен әңгімем жараса алады. Яғни оның ішкі жарасын, ішкі лас нәрсені сыртқа шығара алады екенбіз де. Адам ішкі дүниесі тазаланғаннан кейін, онан кейін барып оны оянады, көз ашылады, санасы оянады. Мен оказывается мен дұрыс емес жерде жүр екенмін деп. Бұл нәрсе сосын кейін көп адам сұрайды, қайда бардың деп. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Егер
арамызда сондай оқырмандар болатын болса, бұл жерде тек қана Абай атамыздың әңгімесіне сүйенеміз, өзіңе сен, өзіңді алып шығар деген әңгіме сияқты. Бұның барлығы өзіңе сұрақ қоюдан басталу керек. Екінші нәрсе, біз енді қазір өте әдемі тақырыптар қозғалып жатыр ғой. Менің өзімнің ойым, мен былай ойлаймын. Мысалға, 18-ге толмаған бала мақұл ойнасын, бірақ оған шектеу болсын. 200 мың теңге. Шамамен айтып жатырмын. 200 мың теңгеге ойнасын 18-ге толмаған бала. Егер 18-ден асқан бала болатын болса, 500 мың теңгеге ойнасын. Егер 500 мың теңгеден асатын болатын болса, оның ойнап жүргенін сол букмекерский конторалар оның әкесімен не анасымен байланысқа шығу керек. Ағылар, керек жоқ ол. Ол вообще ондай вообще біз айтпау керекпіз даже. Керек жоқ вообще. Олардың көзін құрту керек болды. Оны ондай әңгімені тоқтату керек даже. Біраз кісілер петиция не туралы деп жазып жатыр еді, сіз тағы бір қысқа айтып өтсеңіз, петиция неге арналған деп. Міне, жалпы петицияның несін шапкасын қазір сізге оқып жіберейін, мына жердегі түсінік болу үшін. Мына жерде Қазақстан Республикасының аумағында букмекерлік кеңселерді, лото клубтарды, бинго, онлайн казино мен ойнайн ставкалық онлайн платформаларды және олардың сайттарын жабу туралы петиция. Бізге оларға лазейка беруге ешбір оларға жол беріп, мына жаққа барсаң мынандай болады, мына жаққа мынандай болсын, оларға бермеу керек. Енді біздікі енді жақсы. Біз ақырында бастайық деген. Дәулет, тұра тұршы, мен айтып кетейін да. Біз айтып отырмыз ғой, 30 неге мемлекеттің ішіне кіреміз, өнегесі өскен, бір күшті бай қуатты мемлекеттердің арасына кіргіміз келеді. Мына жерде, мысалы, Қытай, Солтүстік және Оңтүстік Корея, Вьетнам, Түркия, Израиль, араб әлемінің барлық елдерінде букмекерлер кеңселер жабылған, тыйым салынған. Соларға біз қарау керекпіз. Оларға қазір букмекерлерға кішкентай мынандай бір не берсек, тесік берсек, сол тесіктің олар ашып, бышын шығарады. Ондай болмау керек. Болды, жабу керек. Оқырмандарға тағы да бір пайдалы дүние айтып өтейінші. Егер де мысалға сіздің балаңыз, сіздің күйеуіңіз, болмаса сіздің ағаңыз дейінші, сіз қандай да бір сол букмекерде ойнап жүргенін білсеңіз, соның атынан жеке куәлікпен сол букмекерлерге сіз электронды почтасына хат жіберетін болсаңыз, 1 жылға аккаунттары блокталады екен, Қайрат мырза. И оған ешқандай доступ ашпайтын болады. Мәселен, мен бір ғана нені айтайын, 1xbet, егер де сіздің танысыңыз 1xbetте ойнап жүрсе, doc@1xbet.kz почтасына логинмен жеке куәлігін және де жеке куәлігін жіберіп, хат жазу керек екен. Маған доступ берілмесін, осыны мені жауып тастаңыз десе, 6 айдан 1 жылға дейінгі өтірік шара бұның бәрі. Олар тоже біз балаларға доступ бермейміз, біз осылай доступ емес. Мәселе мынандай, міне хаттардың арасында маған келді. Ол ойнап жүрген, саналы түрде ол адам ойнап қоя береді. Ал енді ол алдыда удостоверениесін прикрепление жасады, өзінің ойнап жүрген 1xbet, Олимпетке хат жазды. Ешқандай оны именно сол беттер уже ешқандай қайтадан логин пароль аштырмайды, ол удостоверениемен. Және де казинода ойнайтын болса, казиноға барып өтініш жазу керек. Ол оқырмандардың жіберіп жатқан хаты. Дәулет, оны ойнайтын адам өз жолын табады. Оны бағлан біледі. Мұна онлайн Олимпет болмаса басқа париматчқа барады, париматч болмаса басқа онлайн казиносы табады. Егер адам өзі саналы түрде бару керек қой, қинап емес. Мысалы, саналы түрде болса, оған кірмейді. Және де микрозайымдарға да солай хат жазалады. Сөздеріңізді бөлейінші. Уақытымыз қалды. Сөздеріңізді бөлейін. Мүмкін болса, мақұл, қазір кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлейін. Бәрін жауып тастайық. Онлайн, букмекер, қапшағай бәрін жауып тастайық. Бірақ елдер Азия ойнайды ғой. Азарт өшкен жоқ қой бәрібір. Сұрақ қайда жатыр? Оның жолы табылады. Мен қазір жаңа біраз оқып отырмын, қайда барамыз деп. Біріншіден бәрібір мен атап өткім келеді. Өйткені бүгін бізде бүгінгі күн бар. Ол букмекерский конторлар мен толық қолдаймын, петиция қол қоюға дайынмын, оған шақырамын. Өзім қарсымын ондайлардың жүруіне. Ал екіншіден, бүгінгі қиналып жатқан аналарымызға, қыз келіншектерімізге біріншіден ұялмай, қызармай, оның ешқандай ұяты жоқ. Барып психотерапевттерге, барымен базар деп, психотерапевттерге бару керек аудандарға, облыстарда. Одан бөлек,
одан бөлек енді әрине қазір психологтар көп қой, бірақ мына медицинская психология деген дүние бар. Сол себепті қазір мына мен жаңа айтып өткен центрлер бар, жоқ емес. Біз қазір өзіміз осыны әкімдіктер соның бір қаражаттарын беріп, ертең халыққа жеңілдету мәселесін қарастырып жатырмыз. Өйткені олардың енді көбісі Жақсы, консультанттарға айтарымыз көп екен. Менің тікелей эфирім Салтанат ханым ровно 1 сағат береді. Дәулет көп сөйлемесін дейді, шынымен де. Бір оқырманым жазады, осы Дәулет көп сөйлейді деп. Сол сияқты 14 секундым қалды. Бұл тақырыпқа біз алдағы уақытта да ораламыз, бір нәтиже шығаруға тырысамыз деген ойдамын. Қайрат мырза, Бағлан мырза, жаңа петиция барлығын біз қолдаймыз. Сау болыңыздар. Ешкім